Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, амансыздар ма, мал-жандарыңыз аман ба? Мына суббота воскресенье қорамызға қайта келіп қалдық. Қойларымыздың мынау күн суықтан мұрны пышылдап қалған, сәл жөтеліп қалған қойларымызға ем-дорын жасап жатырмыз мінекей. Енді бұлар да адам секілді ғой, күн суықта жаурап қалатыны бар, анаусы бар, мынаусы бар. В общем, малдың жан күйін түсіну үшін мал менен мал болып жүру керек екен. Bir qo'zi tuğulsa da, bir laq tuğulsa da qonib qalamiz. Mal деген ыстық қой шіркін. Bir төлдің туылғанын көрсек, қыстағы қиналғанымыз аз болса да ұмыт болып, көңілімізге қуаныш ұялай қалады. Қыстың да көп өтіп азы қалды. Малшылардың да өнім алатын кезіне келді. Ысқырында қиналып жатқан әрбір малшылардың малдарының шелді де төлді болып, аман есен қатарға қосылуын тілеймін.